Білімпаз KZ сайтының аудио кітапханасы. Қаржаубай Омаров. Мерген бала мен ғажайып кербұғы. 16 нарға жүк артқан керуен қу медиен дала, көшпелі құмда 6 апта бойы жүріп, әзер дегенде орманның шетіне жетті. Қоспақ нарлар шөлге сыр бермегенімен адамдар шыдар емес. Түйені шөгерместен олар таңдайларына жапырақ басып, жерге құлай-құлай кетісті. Жақын маңда су жоқ еді. Мұндайда тең ұйықтап қана шөл басуға болады. Жолаушылар 3 күн 3 түн бойы ұйықтап жатты. Бұлар атағы әлемге жайылған зергердің қоймасындағы алтынды түн ішінде тиеп алып қашқан ұрылар еді. Қойманы күзеткен жетім баланың аяқ қолын байлап, өздерімен бірге ала кетті. Оның аты Мерген болатын. Ұрлар ұйқыдан оянысымен жолға жиналды. Әлі шырт ұйқыда жатқан Мергенді олар жалғыз тастап кетуді жөн көреді. Біздің қайда кеткенімізді білмейді, ауылында таба алмайды, ит құсқа жем болып айдалада қалсын, деді ұрылардың ақи көз бастығы Баукеспе. Сөйтіп олар жол жүріп кетеді. Ал Мерген ұйықтап жатады. Ол бетіне жып-жылы жұмсақ нәрсе тигенде ғана оянады. Тарбақ алтын мүйізді бұғы маңдайын тілімен жалап тұр екен. «Қорықпай менен балақай», деді кербұғы. Сосын шөлдеп келем, су деп жер бауырлап жата кетеді. Көзі жәудіреп, шарасыздықтан құлаған жануарды Мерген қатты аяйды. Ол даланы көп шарлап, ақырында орманға тап болады. Шошқаның тұмсығы өтпес ну орманды аралап су іздейді. Аз емес көп жүреді, бірақ су табылмайды. Көңілі құлазып, кері қайтып келе жатқанында бір үлкен тасты жан жағынан жабылып көтере алмай жатқан бақа, шаян, су жылан, шабақтарды көріп таңырқап тұрып қалады. «Көмектесіп жібер бізге, кішкентай адам», деп бақа балпаң басып жанына келеді. «Ауыр тасты әуре болып несіне көтересіңдер? Жата берсін орнында», деді Мерген шаршап тұрғасын. Тартылып қалған бұлақтың бастауы осының астында. 16 нарға алтын артқан керуен кеше бұл жерде дамылдап, шөлін басып, теңдегі торсықтарының бәріне су толтырып алып жүріп кетті. Сонда ішіндегі бір ақи көз дәуі басқаларына былай деп бұйырды: «Мына бұлақтың көзін тай қазандай қара таспен бітеп тастаңдар. Мерген бала мен бізді қуғындаушылар бір ұрттам суға зар болып, құла түзде шөлде өлсін. Мен сол Мерген боламын. Олар қай жаққа кетті?» Бақа батыс жақты бетке алып, 2-3 секіріп түсті. Бұл оның ұрлар осылай қарай жол жүріп кетті деген еді. Мерген бала қара тасты әзер аударып тастайды. Бұлақтың көзі ашылып, сылдырап аға жөнеледі. Мерген бала аузына және қос алақанына су толтырып алып, кенезесі кеуіп жатқан кербұғыға жетеді. Оның аузына су тамызады. Бұғының шөлі қанған сәтте ғажайып оқиға болады. Мүйіздерінің бұтақтарына қалың жапырақ қаулап шығып, гүлін төгеді. Бір бұтағына алма, бір бұтағына алмыр, бір бұтағына жүзім, тағы бір бұтағына шие, өріктің түйнектері пайда болып, лезде уылжып, пісе қалады. «Бала, бұл жақсылығыңа жақсылық жасағаным. Қайырымды болсаң, қор болмассың», деді кербұғы. «Рахмет, кербұғы. Саған айтар бір өтінішім бар еді. Орындай аласың ба?» деді Мерген бала. «Айт, шамам жетсе көрейін». «Мен ата әлемге жайылған зергердің қоймасын күзететін едім. Ұрлар қоймадағы алтынды тонап алып кетті. Соны қайтарып алуыма көмектес, кербұғы», деді Мерген бала мұңайып. «Қуып жетеміз, қамықпа.
ешқайда қашып құтылмайды олар. Мерген бала, сен енді жақсылап қарулан, біз қауіп қатерлі жолға шығамыз, деді кербұғы. Мерген бала жас қайыңнан иіп садақ жасайды. Садақ жебелерін қарт еменнің кепкен бұтақтарынан таңдап алады. Ал осы орманда 200 жылдан бері мекен еткен таспаққа өзінің үстіндегі сауыт қақпағын, мынаны қалқан етіп ал деп ұсынады. Кербұғы басын бір шайқап қалып еді, жерге ұшып түскен мүйізі алмас жүзі күнге шағылысқан алдаспан болып қадала қалады. Мерген бала оны ырғап суырып алып еді, екі білегінің де бұлшық еті бұлтиып, бойына керемет күш бітеді. Садағын құлаштай тартып, жебесін туралап жіберіп қалып еді, зымырап ұшып бара жатқан құс табан астына топ ете қалады. Мұны көріп, кербұғы оған дән риза болады. Ал мерген бала, осы садақ тартысыңнан жаңылма, кел, арқама мін, ұрыларды тезірек тауып алайық деп, кербұғы тұмсығын шүйіріп ауаны иіскелейді. Ұзақ жол жүреміз бе, әлде адасып кетеміз бе деген қауіппен мерген бала бұғы мүйіздерінің ұшын кесіп, бұлақ суынан бәріне де толтырып құяды да ауыздарын қайта бітеп тастайды. Олар тым ұзақ жол жүреді. Бір тұтам шөп шықпаған қу тақыр шөл даламен де, көшпелі құмның арасымен де күн демей, түн демей жүре береді. Мерген бала кербұғының үстінде бір мезгіл ұйықтап алатын болады. Бір күні көзі ілініп бара жатқанда әлдене өзін жерге алып ұрады. Айнала алай-дүлей, астан-кестен. Мерген баланың көзі суырған құмнан түк көрер емес. Өзі белуарына дейін көміліп қалады. Ол сасқанынан «Ей!» деп дауыстайды. Немене, адасып барасың ба соншама?» деп гүжілдеген дауыс дәл қасынан естілгендей болады. «Кім бұл? Маған көмектесіп жіберші!» деді мерген бала. «Мен Дауыл деген боламын. Жүгіріп жаттығу жасап жүрмін», деді әлгі дауыс иесі тағы да ентіге. «Мен мерген деген баламын. Осы маңнан алтын артқан керуен өтті ме? Олар ұрылар ед. Қуып келеміз, бірақ жете алатын түріміз жоқ. Ей, мерген бала, қамықпа. Мен ұрыларды адастырып алдарыңа алып келем. Осы жерде дамылдап күте тұрыңдар», деді Дауыл. Ол құйындатып ала жөнеледі де көкжиекке сіңіп жоқ болады. Әлгінде оның демінен қаңбақ сияқты ұшып қонып жүрген құм әп-сәтте алып нардай шөге қалып, қалың ұйқыға кетеді. Мерген бала бұғының мүйіздерінің бір-екеуін ашып, өзі құйып судан қанғанынша ішті, бұғыны да суғарды. Су іше салысымен кербұғының мүйіздеріне жапырақ қаулап шығады. Сәлден соң гүлдейді де түйнектей бастайды. Бұл түйнектер лезде алма, алмұрт, өрік, жүзім, шие болып уылжып піседі. Мерген баланың қарны ашып қалған екен, тойғанынша жейді. Ал мерген бала, тамақтанып әлденіп бойыңа біраз күш жинап алдың. Енді қару-жарағыңды сайлап ұрысқа әзірлен. Дауыл ұрыларды адастырып бізге қарай алып келе жатыр. Жақындап қалды, деді кербұғы ауаны иіскелеп. Мерген бала жебелерінің ұшын өткірлеп, алдаспанын қынабынан суырып, жанына қояды. Екі білегін түренеді. «Жоқ», деді кербұғы, «жоқ, бұлай жеңе алмайсың. Ұрылар көп, сен жалғызсың. Сондықтан әдіс айла қолдан. Мүйізімнің арасына жасырын да садақпен сілесін қатыр олардың». Бұл кеңес мерген балаға ұнайды. Жауды құр күшпен жеңе алмайтынын түсінеді. Осы кезде айнала аш қасқырдай ұлып, құйын құмды суырып ала жөнеледі. Еш нәрсені көріп,
ажыратып болар емес. Бұл ұрларды осында адастырып алып келген дауыл еді. Мерген бала дереу кер бұғының мүйізінің арасына жасырына қалады. Кенет дауылдың ашу жасы басылады. Төңірек тып-тыныш. Сол кезде ауып қалған жүктерін түйеге бүкшеңдеп қайта артып жатқан ұрлар да көрінеді. Олар өздерінен 20 қадамдай жерде жайылып жүрген бұғыны көріп, қатты таңырқайды. Қызыл сырап жүр едік, етті көрмегелі қай заман, мұны бір құдайдың өзі айдап келген шығар. Сендер қарап тұрыңдар, жебені дәл жүрегінен тигіземін, деп садағын ыңғайлай береді ақи көз ұры Баукеспе. Осыны айтып бола бергенше, қасындағылар оның жүрегіне сұр жебенің қадалып дір-дір етіп тұрғанын көреді. Баукеспе ұры аюдай өкіріп, шалқалап барып, гүрс ете құлайды. Бұл оқтың қайдан келгенін білмей, ұрылар алақтап жан-жағына қарайды. Жақын маңда кер бұғыдан өзге еш нәрсе көрінбейді. Ал зу-зу еткен жебелер оларды жер жастандыра береді. Аман қалған азын-аулағы қаруларын тастап жан сауғалайды. Сол кезде мерген бала кер бұғының мүйізінің арасынан жерге қарғып түседі. Садағын кезеп тұрып, ауып қалған жүктерді қайта теңдетеді. Сосын бірінің қолын біріне байлатады. Ұрларды жаяу айдап, түйелерді жетектеп, ауылына қарай асығыс жүріп кетеді. Ауылға жақындағанда кер бұғы қоштасып қалып қояды. Үйге жүр, құрметті қонағымыз бол, деген мерген балаға. Мен орманда тудым, орманда қаламын. Адамдарсыз ауыл, шаһарлардың қаңырап қалатындай, орманның да аң-құссыз сәні болмайды. Осы сөзімді кейбір есуастарға айт. Бей-берекет аңдарды, құстарды қырмасын. Бұл баршамыздың тілегіміз. Осы арманым орындалса, өзіңмен, құстармен достастырамын деп, кер бұғы көзден ғайып болады. Мерген бала ұрылар қоймадан тонаған алтынды зергердің қолына түгел әкеліп тапсырады. Зергер оған алтыннан семсер, садақ, жебе жасап береді. Отаныңды, туған жеріңді, халық қазынасын осылай ерлікпен қорғай бер, мерген балам, деп маңдайынан сүйеді. Мерген бала өзіне қиын қыстау кезде көмектескен кер бұғыға берген уәдесін орындамақшы болып, ауыл-ауылды, шаһарларды аралап, ондағы тұрғындарға, аң-құстарға бей-берекет тимеңдер. Олар біздің досымыз, орман, көліміздің, кең даламыздың сәні мен көркі, халқымыздың байлығы, аң-құстарға тимеңдер деп өтінеді. Бірақ мерген баланың сөзін кейбіреулер тыңдамайды. Әлі күнге дейін түн бөрілерінде ұрланып, бей-берекет аң мен құсты қырып жүргендер бар көрінеді. Солардың кесірінен мерген бала ғажайып кер бұғыны қаншама іздесе де таба алмай жүр екен.